Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін үйіңізде бір стакан сүт болса болғаны осындай керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығатын болады. Ал менімен бірге болыңыздар. Алдымен каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп бастайық. 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап отырып араластырып алатын боламыз. Бізге миксердің де қажеті жоқ, таразының да қажеті жоқ. Өте әдемі пирогтың рецептімен бөлісемін. Тек осындай пиалаларыңыз болса болғаны, барлығын сол пиалалармен өлшеп салатын боламыз. Шекерімізді 2-ге бөліп, аппақ масса болып ұлғайғанша жұмыртқамыз осылайынан араластырып алатын боламыз. 2 есе ұлғаю керек бізде. Қанттарымыз толығымен еру керек. Сол кезде өте әдемі болып шығады біздің тестамыз. Барлығын бөліп салып, осылай 1 бокал сүт құямыз. Сүтімізді жақсылап араластырып, оның үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Бұларды барлығын араластырып, жақсылап електен өтілген ұнымыздың үстіне мен мына жерде дайындап қойғамын. 1 чай қасық разрыхительді толтырып саласыздар да, бірінші ұнмен араластырып алатын боласыздар. Елену керек біздің ұнымыз, еленген ұнның тығыздығы өте зор болады. Сол үшін елеп салыңыздар. Ұнымызды осылай 2-3 бөлікке бөліп, сұйық массамызға салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде іртік қап кетпеу керек, комочки дейді ғой, сондай болмау керек. Барлығы бір текіз теста шығу керек бізде. Мінекей, сұйық та емес, қою да емес, орташа осындай бізде қамырымыз шықты. Бізде уже дайын болып қалды. Бұл қамырымыз енді табамыздың үстіне, формочкамыздың үстіне майымызды осылай жағып алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып жағып алып, оның үстінен массамызды құямыз. Осылайынан барлығын құйып, салып аламыз да, одан кейін формамызға осылайынан шайқап жерсеңіздер жайына түседі. Сонымен ұрып жібереміз. Бізде ауа қап кетпеу керек. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте әдемі болып шықты, қызарып. Үстінен әсемдік үшін сгущенное молоко құйып жатырмын. Сіздер құймасаңыздар да болады. Әсемдік үшін жасап жатырмын мен бұны. Молоко құйғаннан кейін зубочисткамен тесіп жерсеңіздер, үстінен өте араларына сіңіп, өте дәмді болып шығады пирогымыз. Осылайынан барлық шетіне тегізіп, жағып алатын боламыз. Мен мына жерде әсемдік үшін грех орегін жаңғағын сеуіп жатырмын, майдалап, осылай сеуіп жүрсеңіздер, өте керемет аппетитно көрінеді. Сол үшін осылай әсемдеп жатырмын. Мінекей барлық жеріне бірдей қылып, осылайынан қойып шығыңыздар. Сол кезде бізде өте әдемі пирогымыз шығады. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.